аты қалай, заты қалай, тегі қалай деп жатыр. Олай болса, бір қысқадан нұсқа өзіңді таныстырып өтейін, өнерпаз жігіттерді де таныстырайын. Былай істейін. Бүгінгі тойда өлмес бейнетаспаға түсіп тұрған Бектай атты операторға бір шапалақ қойыңыздаршы. Бектай. Рахмет, маэстро. Ал, сіздерді билетіп отырған, әнмен әрлеп отырған Есбол атты музыкант жігіттерге де бір қошемет қойыңыздар. Есбол, тамаша. Ал, олай болса, тыныштық сақтайық кішкенекей. Мына жас бала кім десеңіздер, қай жерденсің дейсің бе, ағайын қай жерденсің? Тамдыданмын, ағайын тамдыданмын. Тау иесі кіндігі, Тәуелбай атанған ауылданмын. Түбімді айтар болсам жалпы, ұлтым қазақ халқы. Шөмекейді ұранды, руым қиық қалған балқы. Өмірдің алдымызда көп белесі, өнер десе қозатын делебесі. Абдуалидің ұлымын атым Жандос, әкіммен Гүлнафистің немересі. Мен өзім атталымын, түйелімін, келгенде Қаруленге киелімін. Сазан руым қиық қалған, қос бармақ Тұрғанбайдың жиенімін. Шарыққада ән салам, талай қыздар аңсаған. Теміртау қаласының Маладой кішкентай асабасы Жандос 98 мен болатын. Тек қана сіздердің той болсын деген ниеттеріңізді құптаймыз деп бір қошемет қойыңыздар. Ал, Жанат жеңгем мен Ержан ағам келсінші. Жанат жеңешем мен Ержан ағам. Ержан аға келіңіз. Бәрекелді. Достары, ағайындары, міне, бүгін осы екі кісінің отбасында жиған тергенге отырсыздар. Bir қошемет қойыңыздар. Тамаша. Рахмет, маэстро. Жалпы тойдың боларынан болатысы қызық дейді. Ержан аға, көңіл-күй қалай? Тамаша. Тамаша ма? Жеңеше, көңіл-күй қалай? Зор. Зор? Таксың, Өзбекстаннан келген ау деймін. Былай істейміз. Сіздікі зор болса, сіздікі тамаша болса, бір көңіл күйлеріңізді биімен көрсетіңіздерші. Мәне жерде айтып жатыр. Ержан мен Жанаттың биін көрекші деп жатыр. Бүгінгі тойдың иелерінің биін көрекші деп жатыр. Кәне, маэстро, жібер, Ержан ағам жалпы бүгін тойға келер алдын Ержан ағамның көкейінде мынадай бір өлең шумақтар жырлайды екен. Бір тойымның болары анық менің, бірақ қай күн екенін айта алмаймын. Бірақ ешкімді де билетпестен қайтармаймын. Ондағы ордаға салған ұран сондай, қарттарымда қайтпайды бір ән салмайды. 25 кезін табындырдам, кемпірлерге қыз күндерін сағындырдам. Жанам деген жүректерге от беремін, шабам деген жігіттерге ат беремін. Менің бір керемет жиған тергенім бар. Бір тамаша қылып, той қылып, өткерелем дейді. Жиған тергенде отырсыздар, бір шапалақ қойыңыздар. Тамаша. Дүркінде дүние, дүркінде, өтер дүние бір күнде. 60 мың тойды көргенше, Ахметжанның тойына жетеме. Шашылда сөгіл бұл күнде, ағылда төгіл бұл күнде. Әлбесе көзім тояма, дүние деген шіркінге. Ағайын, қиып берші, сонау, Жанаттай анасына, Ахметтей батырды осы елге, осы жерге жаратқан анасына шапалағында қатты қиып берші.
әйел кісі ерінің жұмыстан шаршап келуін күтіп отырса, тамақ дайындап отырса, 50 сауап жазылады дейді. Күтіп отыра ма? Обязательно 50 сауап дейді. 50 сауап бердік па? Тамаша. Егерде осы елге, осы жолайлар әулетіне келін болып түсіп, сол өз ұлдарын аялап өсірсе 100 сауап дейді. Аялап өсіріп жатыр ма? Обязательно. Молодец. Ал, егерде дейді, ерлі зайыптылар дейді, бір-бірінің бетіне күліп қараса 150 сауап дейді. Маған күлмеңіз, менен сауап алмайсыз. Ерлі зайыптылар дейді, ерлі зайыптылар. Бір-біріңізге бір жымиып қойыңыздаршы, Алла тағала сауаптан айырмасын. Құран кітапта жазылған Ержан аға, ер адам өзінің жанының маңдайынан бір сүйсе 200 сауап дейді. Бәрінен 200 сауап қатты құшақтап, құттықтап қойса 250 сауап дейді. Сауаптан айырмасын әнекеш, рахмет. Ержан аға, бүгін бұл той бітеді. Мына конвертті үйге апарасыздар, балдар ұйықтап қалады, конверт ашасыздар, түнгі сағат 1-2 болады. Екеуіңіз жалғыз қалған бөлмеде 300 сауап дейді ғой ағайын, жалға. Сауаптан айырмасын бұл қошына деп қойасың. Ол обязательно. Молодец, ал. Олай болса Ержан аға, мен тойын басқарған жігіттердің естігенім жоқ жаманатқа қалғанын. Мен тойын басқарған келіндердің естіп жүрмін 5-6 ұлдан тапқанын. Мен тойын басқарған сүннет той жігіттердің естіп жүрмін ертерек үйленіп кеткісі келіп жатқанын. Тойын басқарған тілашар жігіттердің естіп жүрмін ақын болып кетіп жатқанын. 50 жас, 60 жас басқарып жүрген әжелерімнің естіп жүрмін 190 жасқа жетіп жатқанын. Келмесе де өз-өзімді мақтағым. Менің жолым осы құттықтау деп өз-өзіме байлам беріп тоқтадым деген біледі. Той қаласын кәне. Рахмет маэстро. Сіз, Жанат жеңге, мына достарыңыздың қасына тұрып алыңыз. Көрейік. Сіз ағайынмен нағашыларыңыздың қасына тұрып алыңыз. Қай жақ мықты жалғай? Екеуіңіздің арқасында. Бірінші достарынан бастаймыз. Сіз дайындалмаңыз, жоқ. Ол кісі әнеледе бола берсін. Бірінші достарынан бастаймыз. Жалпы мына кісі сіз жүріп бәрін айтқызуыңыз керек. Келсіз бе? Маэстро, жібер бірінші мен. Кел.
бірде бір. Жаңа теңге дайынбыз ба? Маэстро келді. Үшінші өлең. Toydan doğrultayım. Görünüz, muhtayım canım. Muhtayım canım. Nağaçlar ve tuğuskanlar. Oturtlanmayın. Maestro ketişi. Geliniz, toydan tavuklar, muhtayım жатсыз. Бірінен бірі өтіп жатыр. Екіде екі, шот екіде екі. Достар, дайынбыз ба? Маэстро кеттік жібер. Молодец, достары. Керемет. Барлығы бірге айтып жатыр. Ержан аға, дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Туысқандар, нағашылар. Кеттік жібер маэстро. Достар қалай айтады, маэстро кеттік жібер. Достар!
To'xtamay. Tamosha, былай істейік енді. Сіздерге бір ән қояйық, қалай айтатындарыңызды көрейік. Мына кісілер мықты айтып жатыр. Мықты. Сіздер жыртасыздар ма? Маэстро кетіп жіберді. Келіңіз, ержанаға келіңіз, бір-біріңіздің қолдарынан ұстамаңыз. Барлығыңыз отырған қонақтар, қолдарыңыздан ұстаңыздар, барлығыңыз ұстаңыздар. Жоғары көтерейік ұстап, жоғары көтерейікші. Барлығыңыз ұстап, жоғары көтерейік. Енді былай істейміз, соңғы ән, баршамыз көңілден пайдайық. Сіздер кет бар, жібермайық. Олай болса, баршамыз керемет ән орындадық. Мен әр үстел басына барып, барлығынан ән сұрамай қойын. Арнайы Степногорск елінен келіп отырған Айтбай ағамның қызы сіздерге бір керемет ән шашуы бар екен. Соны тыңдап, ал дайынбыз ба? Келіп отырсын, кел қарындасым. Кел. Тамаша Степногорскіден ән жолдау.
Мына сұлу жар бердім, ойнап күліп жүрсін деп. Ұл қызды да мен бердім, рахатын оның көрсін деп. Ауруды да мен бердім, Алланың бағын білсін деп. Ас қызыға асқынса, тәубесіне келсін деп. Намазды да мен бердім, кәлимаға тілі келсін деп. Дәретті де мен бердім, жұмаққа таза кірсін деп. Бұл қазаққа 300-ге осы тойды да мен бердім, кереметтей тойын тойлап жүрсін деп дейді Алла тағала. Той тойланасың ағайын. Рахмет, маэстро. Олай болса, келесі ақ тілекті жалдап келіп отырған сонау Ержан ағамның апа жеңгелері, аға жезделері жалпы. Айтбай Нұргүл, Сүндет Гүлнұр, Самал Гаухар, жалпы Бауыржан ағам бастаған топ. Асабаның алаңына ойнап, билеп Гүлзар апаммен келсін. Жібер маэстроны, келіңіздер. Молодец. Ал, кімнен бастаймыз? Сонау Степногорсктен келіп тұрған Айтбайғынан бастаймыз ба? Бәрекелді. Ал, олай болса, тыныштық сақтап, сонау Степногорск елінен келіп отырған өзімнің тақпақ шумақтарым бар шығарып келген деп жатыр. Керемет қылып тақпақтарымды айтып берейін деп жатыр. Олай болса, Снегурочканы ортаға қарсалар. Той тойғаныз. Рахмет, не дейміз? Міне кеше құрметті қонақтар, бүгін жиналған себебіміз Ержан ағайымның жаңа келінінің Ахметжанның бір жас той екен. Үлкен азамат болып, өсе берсін. Арқаша осындай Ержанның отбасында тойға жинала берейік. Жанайымды бірінші классқа барған Әліппе не дейміз? Той-тойға қоса берсін ержан. Ана көп бақытты болып, өсіре көріп, балалар қызығы көріп. Сол жақсы. Тамаша, бәрекелді. Ал, жалпы достары, кереметтей жездесі сөйлеп жатыр. Кімнің жездесі бар, тынышы отырсын деп жатыр. Қазір достары да тілекке шыққанда, біздер де керемет етіп тыңдаймыз ғой деп жатыр. Тыныштық сақтайықшы. Бәрекелді. Кім жалғастырады? Келіңіз, Гүлзат апа, келіңіз. Шырақ жанат, бүгінгі тойлар құтты болсын. Ағамыз Ахметтің бір жасы, қызымыз Жанайымның сыныға тойы, бәрі құтты болсын. Әрқашан осындай достарымен, ағайын туыстарымен ортада өстіп жүре беріңдер. Сол семьямызға мадақтаймыз. Бәрекелді. Бар ма тағы? Келіңіз. Міне папа жаңа той құтты болсын. Біздің әулетте үлкен той, мұнан үшін ақ күйін қадыр жаңағына. Міне жаңа Ержан оның бауырын той құтты болсын. Қызметте жүрек біздер. Шансыз армандар мәш етіңдер, балдарыңыздың өмір. Бәрекелді. Ал, жалпы айта берсең де сөздің қадірі кетеді дейді ғой. Бүгінгі той сізбен біздің арқамыз, жалпы ертең той бітеді, бұл той бітеді. Мына жерде жалпы ішіп отырған кісілер бар. Ертең барлығы сау болады. Сосын той жаман болды, тойдың ізін шулап кетті. Кім жаман? Ана бір кішкентай баланы шақырып қойған, тойды қызық өткізбеді. Сол секілді тойдың жақсы өтуі сізбен біздің арқамыз. Дұрыс па? Дұрыс па, дұрыс емес па? Олай болса бір тыныштық сақтап отырайық шәнеке. Бір тыныштық сақтап отырайық. Керемет бір аға жеңгелері мына жерде жынданып жатыр. Біздер шыққанда неғып барлығы сөйлеп кетті деп. Бәрекелді, тамаша, тыныш отырыңыздар.
жылы Ержан ағаның шаңырағында үлкен той. Жеңше аға тойларыңыз құтты болсын. Ахметтің алғашқы басқан қадамы және жанайымның жаңа өмірге, жаңа білім саласындағы өміріне басқан алғашқы қадамы құтты болсын. Және де сүндет қарындасы мен інісіне әрқашанда, Нұрдәулет демекші, Нұрдәулет әрқашанда қарындасы мен інісіне үлгі боларлықтай аға, қамқоршы аға, ақыл айтатын аға болып өсе берсін. Қызықтарыңыз көп болсын көретін. Бешарық, құрметті қонақтар, міне бүгінгі кешіміздің себепшісі бәрімізге белгілі. Інім Ержанның, келінім Жанаттың алғашқы тойлары десем де болады. Не дейміз? Бірінші жанайымның мектепке барған алғашқы қадамы құтты болсын. Ахметтің бір жасы құтты болып, дені сау болып, үлкен Қазақстанның мен деген азаматтар болып өсе берсін. Айнапа немерелеріңіздің мерекелері құтты болсын. Жалпы мен өз басым Ержанға тәнті боламын. Інім болса да ағамдай пір тұтып, ақыл кеңесімізді сұрап, осы күнге дейін өзінің маңдай термен тапқан табысын міне достарына, ағайындарына шашу етіп, той істеп жатыр. Оның куәсі өзіміз. Бұндайға не дейміз, жететін адам да бар, жетпейтін адам да бар. Анау адамның қолынан келе бермек десем де болады. Бауыржан ағамды қандай көрсем, Ержан мен үшін ағам сияқты, жасы кіші болса да. Себебі ол өзін алға тартып, адам болып, ел қатарына өз күшімен жетті. Неден Ержан Жанат, өмірдің әрбір қиын белестерінен ешқашан сүрінбей өтіңдер. Сендерге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Отбасыма қандай, бала-шағама қандай мейірім болса, сендерге де сондай мейірім шексіз. Сол аңсаған армандарына жетіңдер. Тек біз қызметте жүре берейік. Мына достарым, ағайындарым, нағашыларымыз, рахмет. Ержанның жаңа қадірі бар шығар, сыйлап келіп жатсыңдар, рахмет. Үлкен бастарымен кіші деп. Барлықтарына ризамын. Сол аға апалары, аға жезделерінің атынан аз ғана сыйлығымыз бар, қабыл алыңыздар. Жауһар апа, Ержан аға, кім-кімге де қымбат қой апа деген. Бауырларынан қамқорлығын үзбеген. Бұл өмірде ең бақытты жан сен нағыз. Апаңдайын, Жауһар апамдай бол сегерді. Жауһар апамызға бір қошемет қойыңыздаршы. Жалпы Жауһар апам айтып жатыр, інімнің тойында айтпаған өлеңді қай жерде айтам деп жатыр. Қазір сен отыршы енді жер. Аз отыршы. Отыршы деп ұрсайын десем сіздердің тойдарыңыз. Қазір Жауһар апам айтады, асықпаңызшы. Асықпаңыз. Кім жалғастырады? Жалғастырамыз ба? Болды ма? Самалаға өкпей қалып қойған ба? Бастарыңыздан бақ кетпесін, астарыңыздан тақ кетпесін. Ержан ағама келген ақшаларыңыз, қалталарыңызда қап кетпесін дейді. Той сыйлығын тапсырып, ойнап билеп ондарыңызды жарасыңыз. Ержан аға, бұл қуаныштың жасы деп білемін. Жаңа, рахмет маэстро, жаңа Жауһар апам айтып жатыр. Ержан ағама риза болдым, Ержанға риза болып жатырмын. Жиған тергенін мына ағайыннан аямай жатыр деп жатыр. Жалпы, ертеде Ержан аға бір Асқар Таулай әкесі баласын шақырып алыпты. Балам, мен ертелі кеш өлем кетем. Бұл өмір алма кезек депті. Сөйтсе, сол кезде мен саған бір екі өтінішім бар депті. Екі өтінішім. Балам, бірінші өтінішім
өтініш мені жерге көметін кезде мына 2 жыртық носкиіммен көмші депті. Мына 2 жыртық носкиіммен көм депті. Ал екінші шартым, балам, мына қағазды ал. Сол мені жерге жерлегеннен кейін барып, осы қағазды оқы депті. Арадан уақыт өтіп, Асқар Таудай әкесі о дүниелік болып, баласы менің әкемнің бір аманаты бар еді. Осы әкемді 2 носкимен жерлесе қалай болады депті. Дүйім елге ұсыныс ұстапты. Менің әкемнің аманаты деп. Сөйтсе дүйім жұрт айтыпты. Шариғат бойынша адам баласы, пендесі қалай өмірге келді, таза болып. Солай таза болып жерге көміледі депті. Сөйтіп туысқандары жыртық носкиін шешіп тастап жерге көміпті. Сөйтсе жаңағындай өзіңізге ұқсаған бір баласы шетке шығып, әкемнің екінші аманатын орындайын, бірінші аманаты болмады ғой деп хат ашыпты. Сөйтсе хаттың ішінде былай жазылған екен: балам, немерелерімді бақытты қыл. Көрдің, тесік шұлық носкиді да мен о дүниеге алып кете алмадым. Шешіп тастадыңдар депті. Бұл өмір алма кезек, байлықтың соңынан ешкім қуып жете алмайды депті. Сол секілді жалпы Гауһар апамның айтып жатқаны шындық. Бүгін Ержан ағам шын көңілмен сіздерге жиған келгенін, ақ дастарханын аямай сіздерге жайып отыр. Сондықтан сіздер керемет көңілді отырып, тілекке шыққан адамдардың ақ тілегін тыңдап отырайын. Той қаласын ағайын. Тамаша. Бәрекелді. Ал, олай болса Ержан аға, жаңағы өзіміздің орысшалап айтқанда торт, қазақшалап айтқанда тәтті нанымызды асабаның алаңына алдырып, керемет етіп кесіп, осы дүйім жұртқа таратып берейік. Ал, жібер, қане, тәтті нанымыз қайда? Келіңіздер, алып келіңіздер, маэстро. Жағайға тойдың сәнін, мәнін келтірейік. Кәне, жағатын кісілер бар ма? Жағыңыздар. Тамаша, туылған күн құтты болсын ағайын, айқай шулайды. Шай ішеміз қазір. Баршамыз кетеміз, тек қана Ержан аға мен Жанат жеңгем келсін. Келіңіздер, Жанат жеңгем. Свет жаға. Можно свет, пожалуйста. Рахмет, маэстро. Жанат жеңге келіңіз. Жанат жеңге. Келіңізші. Ержан аға, ода құрғандарыңызға 9 жыл болыпты. 9 жыл өтіп, үйде кім хозяин ағасы? Үйде кім хозяин? Точно сіз ба? Үйде кім хозяин, Жанат жеңге? Отағасы. Отағасы деп қойды, ашынбей егер жеңдім. Отағасы деп сіз қойды. Молодец, ал. Кухняның хозяины кім? Жанат. Точно ма? Кухняның хозяины кім? Мына кісі не 18 жасар қыздар сияқты. Молодец, олай болса, кухняның хозяинына пышақты беріңіз. Сіз пышақ ондайлар ұстамаңыз. Сіз үйдің қожайынысыз. Өзіңіздің жарыңыздың қолынан ұстаңыз. Енді тамаша қып тәттінің тұртты кезіне жібер маэстро қанеке. Айқын! Мынаның бәріне тоймайсыздар ма сіздер? Бәрін кесіп салу кісілер. Біреуін алыңыздар, біреуін алыңыздар. Қайда? Ұлдарыңыз қайда? Нұрдәулет қайда? Жанайым қайда? Келіңіздер.
өз қолыңыздан алтын құрсақты анасынан бір тәтті тағам тортты ауыз еткізіңіз. Нұрдәулет, аузыңды аш кәне. Жанайынға берейін. Рахмет, маэстро. Енді үйдің отағасына беріңіз. Үйдің отағасы кім, соған беріңіз. Ержан аға, енді сіз алыңыз. Сіз алыңыз. Сіз өзіңіздің бірінші ұлыңызға, содан соң қызыңызға беріңіз. Тамаша. Енді қызыңызға ұсыныңыз. Енді жалпы осы жолайлар елін көбейтіп жатқан мына екі перзенттің анасына, Асқар Таудай, сіз әкесіз Ақжаулықты анасына шын махаббат кішкене кезіңізде асықпаңыз Ержан аға. Өзіңіз шын махаббатты көңілмен аузына салыңыз кәне. Ержан ағам осы екі баласының бақытын, үйлену тойларын, қыз ұзату тойларын өзіңіз басында болғаныңызды қалап, шын өзіңіздің қолыңыздан торт жегіздің. Той қаласын. Торт алып кетейік. Жалпы, рахмет маэстро. Мына шай ішем деген кісілер, мына жерде шай дайын болыпты. Шаймен столға өтіп, мына торттан кесіп, ауыз десеңіздер болады. Той қаласын мені қалып кетіңіздер. Мына шаймен столға өте берейік, шай ішейік. Ал, доссызда өмір емес жалғанда, қиналарсың доссыз жалғыз қалғанда, барыңда, нарыңда достарым, достарым көп болсын деп арманда деп. Жалпы қас-қас достарын асабаның алаңына ойда билеп жатқан. Келіңіздер достар! Алейхой шашыма достар! Ержанның қуанышы ғой, Ержан бауырым. Мынау өсіріп отырған қыздарымның өмірлі болсын, бақытты болсын. Қызығын көр, осылардың тойында. Бүгін қалай келсек, солай болайық бәріміз. Сол ізден ерегесін достарының артынан. Сол қысқадан
Ержан, Жанар, тойларыңыз құтты болсын. Шалқарға, тойыңыз құтты болсын, немерелеріңіз бақытты болсын. Әрдайым осылай күліп ойнап жүре берсін, алдарында үлкен азаматтардың бірі болсын. Дейміз, сендерге әрдайым қызмет қылай берсін, ұлдардың, қыздардың. Үлкен азаматтар болып, үлкен оқуларды бүкіл. Жаңа сөйткенде ұлан, Нұрқан туған күндерімен бақытты болыңдар. Барлықтарыңызға осы бақыттар тілеймін. Денсаулықтар мықты болсын. Ержан, бағдарың бауы беріп болсын. Әрқашан ойнап күліп жүре берсін барлығында. Осы Нұрқан мен ұланның туғанын сендерге жақсылықтың да Бүгіннің бір жақты тосын әрдайым осы адал берген бола берсін. Мен ғой туғанын қосылған жұрттың Бәрекелді. Болды ма, енді өзіміздің ұстазымыз Нұрхан ағамыз сөйлей ма? Бәрекелді. Рахмет. Ал енді Теміртаудың атынан сөйлейміз. Айтып жатқан барша ақ-тектеріңіз қабыл болсын. Ал енді мен мынау микрофон ұстап алып шылтыратып көп сөйлемей-ақ қойын Ержан. Айтып жатқан барша тілек қабыл болсын. Мынау халқымызда сөз бар ғой, балаң жақсы болса мақтанып марқаясың, балаң жаман болса уақытынан бұрын қартаясың дейді. Осы елге қараған жүзіңді өсіріп отырған балаларың жерге қаратпасын. Күлімдеп тұрған үйге күн түсер, күңіреніп тұрған үйге күн түсер дейді. Өзің сияқты күлімдеп жүретін қонақжай қазақ болсын. Жолай деп айтайын қойып, қазақ болсын. Балаларың бірінші адам болсын, солар соң аман болсын. Солардың қуанышында жиналуды Алла нәсіп етсін. Тамаша. Бәрекелді. Олай болса достары, бір естелікке суретке түсіп, достар әніне шабыт беріп алайық. Той қаласы жібермайық. жайғасқанақшы ортаға. Орнымызға, құтты орындарымызға отырыңыздар. Асықпаңыздар, билейміз. Ержан аға, шағат. 86'lar, давай жақсы. Ержан аға, Жанат жеңге келіңіздер. Сіздер қонақтар сіздерді сыйлап келген екен. Көріп отырсыз, барлығы сыйлап келіпті. Мына жердегілер орындарынан тұрып барады. Жалпы наннан артық ешкім жоқ еді негізі. Ақпада алынбай ешкім тұрмау керек еді орнынан. Достары, енді барлығымыз Ержан ағам мен Жанат жеңгемнің бір керемет алғыс сөздерін тыңдайық. Келісті қоялық?
Ең ақырғы тілек Ержан ағам мен Жанат жеңгеме берейін. Құрметті менің тойыма жиналған барша қауым, сіздерді осындай абыройым бар деп мақтанамын. Басым жас болса да осындай құрметтеп, үлкен бастарыңызбен құрметтеп келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ағайын туысымды құрметтеймін. Әкем мен анам қызмет қылған. Нағашымды құрметтеймін. Анам туып өскен жерінде. Құдаларын, Ахметтің нағашыларын құрметтеймін. Өзімнің қайын жұртым деп, үшінші жұртым, кластас жұртым, осындай екі стол толып келіп отқан кластас жұртыма абыройым барына өте қуаныштымын. Аллаға тәубе, мен бұлардың тойынан қалмай, бұлар менің тойымнан қалмайды. Аллаға тәубе, әркім сыйлағанның құлы дұрыс. Осындай қадірімнің бар екенін осы кезде көзім жетіп, сіздердің барлығыңызға мыңда бір шүкір. Сіздердің тойларыңызда мен де осындай қызметте жүрейін. Сіздердің мені Жанат екеумізді құрметтеп келіп отқандарыңызға мыңда бір алғыс. Барлығыңыздың үйлеріңізде тойда мен қызмет қылайын. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет, осылай сыйлап келіп отырғандарыңызға. Сіздердің үйлеріңізде де осылай той нәсіп етсін. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Тек жақсы күндерде ғана кездесейік. Осылай сыйласып жүре берейік. Рахмет. Енді Ержан аға, бүгінгі тойдың тізгінін өзім ұстадым. Өзім ағамсыз мына жалпы айтқан тілектерге қосылам. Және бір керемет өзімнен бір тілек айтсам. Дүрсілдеп жүрек дүрсілдеп, мәңгілік өмір кім сүрмек? Бұхардың 10 тілегін сөз етейін, кейінгі ұрпақ білсін деп. Кешегі Бұхарды біліп ең, бүгінгі Бұхар мен болам. Айтайын қазақ халқына жүрегімді дүрсілдеп. Ержан аға, бірінші тілек тілеймін. Бір Алла деп жамағат, құблаға бетті бұрсын деп. Екінші тілек тілеймін. Екі дүние нәсібі екеуіңізге бұйырып тұрсын деп. Үшінші тілек тілеймін. Үш жүзім менің аман боп, дәл осылай тойын тойлап жүрсін деп. Төртінші тілек тілеймін. Әкеңіз шалқарадан аман болсын деп. Бесінші тілек тілеймін. Бес намаз қаза болмай, барлық мұсылман сәждеге бетті бұрсын деп. Алтыншы тілек тілеймін. Мен сияқты інілеріңіз дәл осындай тойда қызмет етіп жүрсін деп. Жетінші тілек тілеймін. Жетесіз болмай ұл қызың жет атасын білсін деп. Сегізінші тілек тілеймін. 8 наурызда барлық әйелдер әдемі бір қызды дүниеге алып келсін деп. 9 тілек тілеймін. 9 мамырда жалпы келіншектер борсықтай бір ұлды дүниеге алып келсін деп. 10 тілек тілеймін. Бүгін той жасап жатқан Ержан ағам мен Жанат жеңгемнің үйінде келіндері, күйеу балдарының дауыстары естілсін деп. Ең соңғы тілек тілеймін. Бүгін той басқарған жандосқа мына ел шапалағын қатты ұрсын деп. Олай болса, дәл осы жерде тұрып тұрған жерлеріңізден бүгінгі тойдың керемет бір ақбатасын алып алайық. Айна құдағай, келіңіз. Өзіңіз. Рахмет, маэстро. Ал, жалпы баршамыз бүгінгі тойдың, бүгінгі думанның ақбатасын алайын деп жатыр. Орнымыздан тұрайық кішкенекей. Ал, айна құдағай. Аумин. Аумин десең қолын жай, жарылқасын бір құдай. Әрқайсының оттарының басында әрқашан той болсын.
Мына көріп отырған балаларының қызығын көріңдер. Жамандық болмасын, дұшпандарың жоқ болсын, достарың көп болсын. Немере шөберелі болыңдар, көп болыңдар, мол болыңдар. Дастарқаның әрқашан тойға жайылып, тойлы, бай болыңдар. Бәрекелді. Олай болса, жалпы мына достар жағынан мына Нұрекең өлең айтатын деп жатыр. Ринат па, келсін. Реке, келіңіз. Кім өлең айтам деп жатыр жаңа? Келіңіз, Реке. Бәрекелді. Олай болса, жүріңіз, рахмет маэстро. Жүріңіздер жай-жай, болмасын хайбай. Көріскенше күн жақса, до свидания, бай дейін келеді. Олай болса, бүгінгі антракты бастайтын ағамыз. Жазық шағым қайда менің жүрегімді
ешкім отырмасын.